Сәлем баршаңызға, канал қолданушылары. Ауыздағы жағымсыз иіс, яғни ауыздан жағымсыз иістің шығу сөйлеуші үшін ғана емес, тыңдаушыға да ұнамайтыны сөзсіз. Сондықтан бұл иістен тезірек құтылуға асығыңыздар. Ауыз қуысындағы жағымсыз иіс ауыз қуысындағы қызыл иек, тіс пен тілдегі бактериялардың шығаратын газы. Әрине, одан арылудың қарапайым жолы тісті уақытылы жуу. Сондықтан да осы қазақша каналдың одан өркендеп дамуына өз үлесіңізді қосып, тіркеле отырып лайк басып кетіңіз. Және мен сізге қосымша бірнеше ақпараттар мен кеңестер беретін боламын. Тіс дәрігеріне қаралыңыз. Біріншіден, кейбір бактериялар тісте көп мөлшерде жиналып жағымсыз иіс шығарады екен. Ал оны стоматологтар тазалап береді. Бұл бактериялар тістің беріктігін төмендетіп, тісте жарақтар пайда болады. Осы жарықтардың шірінін құрттаған тістердің түбіндегі жағымсыз иістердің шығуы да ғажап емес. Екіншіден, мұрныңызды тексертіңіз. Ауыз қуысы сасуының тағы бір себебі мұрын жолдарынан шығатын иісі. Жағымсыз бөлінділер болуы мүмкін. Мұндайда мұрын жолдарын тұз ерітіндісімен шаю қажет. Осыдан кейін де жағымсыз иіс шығатын болса, лор дәрігерге қаралыңыз. Үшіншіден, бадамшадағы тығындар, яғни бадамша, мұрын, жұтқыншақ, ауыз қуысының аралықтарына орналасқан бездер. Оларға түрлі бактериялар жиылып тығындар пайда болады. Міне содан жағымсыз иіс шығады. Сондықтан бұл тығындарды алдырту керек. Waterpik деген құрылғымен алады. Төртіншіден, ас мәзіріне назар аударыңыз. Сарымсақ, пияз сияқты өткір иісті тағамдардан ауыз қуысында жағымсыз иіс қалатынын бәріміз білеміз. Сондықтан олардан кейін дереу ауыз шаю керектігін ұмытпаңыз. Асқазаныңызды тексертіңіз. Жоғарыда аталған кеңестердің көмегі болмаса, дәрігерге барып асқазаныңызды қаратыңыз. Өйткені жағымсыз иістің бір себебі асқазанның дұрыс жұмыс істемейтіндігі. Жағымсыз иісті кетіру. Егер тістеріңіздің саулығында еш күмәніңіз болмаса, ауыз қуысының тазалығына ден қойыңыз. Күніне кем дегенде 2 рет тістерді ғана емес, тілді және 2 ұртыңыздың ішкі жағын да тазарту керек. Дәріханадан тілді тазалауға арналған қырғыш сатып алыңыз. Тіс жібін пайдалануды ұмытпаңыз. Және ауыз қуысын арнайы бактерицидтік эликсирмен шайып тұрыңыз. Әдетте олардың құрамына демді тазартатын және бактерияларды жоятын дәрілік өсімдіктердің сығындылары кіреді. Алайда эликсирлер жағымсыз иістен қорғамайды, оларды тек қосымша ретінде ғана пайдалануға болады. Ауыз қуысын шаюға арналған эликсирді дәрілік шөптер мен эфир майларын пайдалана отырып өзіңізде жасап ала аласыз. Күні бойы тісті бірнеше рет тазалап отыруға мүмкіндік бола бермейді. Сондықтан арнайы спрейлер, мұз кәмпиттер қантсыз болғаны дұрыс, немесе сағыз пайдалануға болады. Алайда оларға толықтай сенуге болмайды. Әсіресе спрейлерге олардың құрамына көбіне спирт болатындықтан ол шырышты қабықты кептіріп жағымсыз иіске тағы себеп болуы мүмкін. Диетаңызға назар аударыңыз. Жаңа піскен жемістерді, әсіресе алманы жиі жеуге тырысыңыз. Кофе мен бутерброд тіске басарын көкөністер, жемістер мен йогуртқа алмастырыңыз. Егер деміңізді дереу сергітіп алу қажет болса, ал қолыңызда сағыз да тіс щеткасы да болмаса, қою қара шай ішіңіз. Жас ақ желкен немесе аскөкті шайнап жіберіңіз. Алма жеңіз немесе жай ғана ауыз қуысын таза сумен мұқият шайыңыз. Жалбыз бар балауыз жібі бұл мәселені шешіп қана қоймай, қолданғаннан кейін жалбыз балғындығының дәмін қалдырады. Ирригаторды пайдаланыңыз. Қысыммен суды шапшытатын бұл құрал қол жеткізілуі қиын жерлерді тиімдірек тазалауға көмектеседі. Тістеріңізді тіс дәрігеріне жиі тексертіп тұрыңыз. Ауыз қуысының проблемаларын тек сол ғана анықтап, тістеріңізді кәсіби деңгейде тазалай алады. Деміңізді лезде балғындатуға мына шұғыл амалдар көмектесе алады. Қант қосылмаған сағыз, оның тіске зияны жоқ, бірақ оны аш қарынға шайнаудан бас тартқаныңыз жөн. Тамақтан кейін шайнағаныңыз дұрыс. Қияр немесе балдыркөк. Бұл көкөністердің шығарылатын сілекей мөлшерін көбейтетін қасиеті бар. Егер қиярдың бір бөлігін аузыңызда 1 минут бойы ұстап тұрсаңыз, жағымсыз иіс толығымен дерлік кетіп қалады деуге болады. Қалампырдың басы бұл дәмдеуіш эфир майларына бай болады және қатты шығатын иісі бар. Оны тістеп көріңіз. Әсерін бірден байқайсыз. Деміңізді балғындататын спрей қолдансаңыз болады.
Ең бастысы оның құрамында алкогольдің жоқтығына көз жеткізу, себебі спирт шырышты қабықты қатты құрғатып жіберетінін ескерткен болатынмын. Сол себептен ауыздың жағымсыз иісін иіссудың немесе әтірдің көмегімен кетіруге тырыспаңыз. Адам өзінің аузынан жағымсыз иіс шығып тұрғанын білмеуі мүмкін, себебі ол иіске тез бейімделіп кетеді. Мұндай қиындыққа тап болғандар бұл проблеманы түрлі тіс пасталар мен ауыз қуысына арналған спрейлердің сағыздың көмегімен шешуге тырысады. Бұл дұрыс шешім бе? Ауыздағы жағымсыз иістен қалай арылуға болады? Оның шығу себептері қандай? Жағымсыз иістің шығу себебінің 70% адамның ішкі ағзаларының ауруларымен байланысты болса, 30% ауыз қуысы, тіс аурулары мен тіс шегі қызыл иектің қабынуы және тағы басқаларға байланысты. Сондықтан егер аузыңыздан жағымсыз иіс байқасаңыз, ең алдымен терапевт дәрігерге жүгінгеніңіз жөн. Дәрігерлер жағымсыз иістің шығу себептері өте көп екендігін айтады. Солардың бастыларына тоқталсақ, қалқанша без аурулары, гормональды бұзылыстар, жұтқыншақ көмей, мұрын қуыс аурулары, өкпенің қабынуы, асқазанның ойық жарасы, өттің қабынуы, тоқ ішек ісігінің пайда болуы, күйзеліске ұшырағанда анемия, қаназы, гликоз, аққан. Ал жағымсыз иістің бар жоғын қалай білуге болады? Қасықтың дөңес тұсын тілге қойып 5-10 секунд ұстап қасықтағы иісті байқау. Тіс тазалауға арналған жіптің көмегімен. Енді дәрігерге барғанға дейін, жағымсыз иістің нақты себебі анықталғанға дейін сіз не істей аласыз? Жағымсыз иісті болдырмау үшін не істеу керек? Ауыз қуысы гигиенасын сақтау, түсті күніне кем дегенде 2 рет 2 минуттан кем емес уақыт тазалау. Әрбір тамақтанғаннан соң ауыз қуысын арнайы сұйықтықтармен шаю. Тіс тазалағанда міндетті түрде тілді де қоса тазалау. Тісті толықтай жібін пайдаланған дұрыс. Егер стоматолог дәрігердің қабылдауында болып тіс ауруларын жойып гигиенаны сақтап жүрсеңіз де, жағымсыз иіс шықса, терапевтке жүгініңіз. Жағымсыз иістің себебі ішкі құрылысыңызда жатыр деген сөз. Ал құрметті